Ұлттың ұлт ретінде дамуына әрбір адам жауапты. Бұл туралы Әлихан Бөкейханов пен Бауыржан Момышұлының ойын ұсынамын. Маған тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің кемшілігіміз әрбір тарих арқалатқан жүкті белгілі бір жерге апармай, соңындағыларға тастап кеткендігі. Әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс. Әйтпегенде болашақ ұрпағымызға аса көп жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор шарттар бар. Ана тілі, ата дәстүр өзінен өзі жалғаспайды. Немесе біреу келіп сен үшін көсегеңді көгертіп, сақтап та бермейді. Халықтың бет-бейнесінен айырылуы не сақтап қалуы әрбір ұрпақ өкілінің өзінен кейінгі ізбасарларына бабалар аманатын қай сапада жеткізуіне байланысты. Сондықтан әрбір ұрпақтың өз жауапкершілігі бар. Ал сіз бабалар аманаты деген жауапкершілікті сезінесіз бе?